Бейімбет Майлин, Зейнештің серті. Домаланған қара жігіт жазу столына отырып, омырау қалтасынан тарағын алып шашын тарады. Мойнындағы ақ жағасын қолымен дұрыстап сипап қойды. Алдында жатқан қағазды біртіндеп ақтарып отырып, көзінің астымен қарсы отырған Зейнеш пен шешесіне қарады. Зейнеш ойында дәнеме де жоқ, шешесі үрейленген тәрізді отыр. Кіруге мүмкін бе деп қаба сақалды жуан қара есіктен басын сұқты. Көзі түксиіп өтіп барады. Болмайды, рұқсат жоқ деп қара жігіт милиция бастығы жауапты қысқа берді. Бір елдің айбынды ақсақалына қашадай болып отырып, секіріп жауап бергендігін бейқасап ұнатпады. Азған бала ғой деп ойлады. Бәйбіше, сізде тысқа шыға тұрыңыз, деді милиция бастығы. Ойбай көтек, онысы несі? Қызымды тастап мен қайда бармақпын? Қызыңыз ешқайда кетпейді. Жауап алғанда бөтен адамның болмауы керек. Бейқасап жесірлігін айтып жыламсырай бастады. Сөзге түсінбеген бәйбішеге милиция бастығының ашуы да келді. Әйтсе де қатаңдыққа бармай, жайлап түсіндіріп, бәйбішені алдыңғы үйге шығарды. Шығарды деген аты болмаса, бейқасап есіктің алдынан кеткен жоқ. Әлсін әлі басын сұғып, қызына қарады. Көзінен таса болды дегенше, қызын кетіп қалғандай көреді. Милиция бастығы қыздан жауап алып отыр. Мынау арызды өзіңіз жаздыңыз ба? Жоқ, мен ешкімге арыз бергенім жоқ. Асылбекке уәде бергеніңіз рас па еді? Жоқ, деп Зейнеш күрмеліп жауап берді. Милиция бастығы аң-таң болып, Зейнештің қысылып, қызарғанын бақылап отырды. Асылбекке мына хатты жазған сіз емес пе? Зейнеш басын көтеріп, тігулі істің арасындағы жалбыраған бір жапырақ қағазға қарады, таныды. Бетінің қызылы бұрынғыдан да артты. Бұдан бір ай бұрын Асылбекке сағындым, бір көруге ынтықпын, сенсіз өмірдің қызығы жоқ деп өлердегі сөзін айтып жазған хаты осы еді. Хатының ішінде қайтсең де мені жаның ал, баяғы сертті орында, сені күте-күте екі көзім төрт болды. Әжем менің ажарыма қарайтын емес, ақсақалдармен бірігіп бір жауызға беріп жібергелі отыр деген сөздерде бар еді. Осы хатын негіз қылып, Зейнештің атынан арыз жазып Асылбек ізденіп еді. Милиция елге шыққанда тұтқында отырған Зейнешті құтқарғалы барған. Милиция бастығының ойы қызды сүйгеніне қосып, әйел бостандығына қарсы келгендер болса сотқа тарту еді. Зейнештен оңаша жауап алғанда осының бәрінің анығына қанармын деп еді. Иә, бұл хат туралы не айтасыз деп милиция бастығы Зейнешке күлімсіреп қарады. Зейнеш бір қызарды, бір бозарды, ерні қалтырап не айтарын білмей састы. Милиция бастығы қоңырауын шылдырлатып еді. Қылышын салақтатып, бір милиция кіріп келді. Зейнеш апалақтап қалды. Бейқасап сұрланып есіктен басын сұқты. Бар, Асылбекті шақыр. Милиция бастығының даусында ашу білінді. Ербиіп Асылбек кірді. Зейнешке қарап күлімсіреді. Зейнешжан, аман ба? Зейнеш тұқырайып төмен қарап, қолымен ілгегін ұстай берді. Есіктен бейқасап кіріп келіп, Асылбек пен Зейнештің арасына кесе тұрып, Асылбекке шаптыға сөйледі. Не қылған иттің баласысың? Ашылмаған уызым, жарылмаған қауыным еді. Өтіріктен өтірік бәле салып, осы қалаға шұбыртқандай не жазып едік? Милиция бастығы әрі-бері айтып көріп еді. Бәйбіше тоқтайтын болмаған соң ашуланып жанына келді. Бәйбіше, манадан бері қазақшылық қылып сыйлап едім, ол қадірімді білмедің. Бұл тұрған жерің ауылдың қотан емес.
Кеңсе, малайға секіріп әдеттеніп қалған шығарсыз. Назыңызды ауылыңыз көтергенмен, мына біз көтере алмаймыз. Тіл алсаңыз, мына алдыңғы үйге шыға тұрыңыз. Әйтпесе, жауап біткенше қаматып қоямын. Ойбай-ау, қалқамды тастап қайда бармақшымын деп, биқасап бәйбіше жыламсырады да, милиция итермелеп алдыңғы үйге шығарды. Серттескен екі жасты бетпе-бет қойып, милиция бастығы арасында төреші сықылданып отырды. Зейнеш үндемеген соң, Зейнеш басын көтермеген соң, Асылбек қызараңдап қысыла берді. Мен айыпсызбын, қайтейін дегендей болып, жалтақтап милиция бастығына қарай береді. Сөйле дегендей болып, милиция бастығы Асылбекке ымқақты. Зейнешжан, саған не болды? Уәде осылай ма еді? Қане, сөйлеңіз, қарындас, деді милиция бастығы. Зейнеш тұқырайған күйі, омырауындағы ілгегін алқын бауын ұстап, бар ынтасын соған аударған адам секілденіп отырды да қойды. Асылбектің милиция бастығының сұрауын естпей отырған жоқ. Соған не жауап берерін білмей отыр. Асылбекті бір уақыттарда жақсы көрген секілді еді. Ауыл болып, ортаға алып бәрі бірдей жамандаған соң, солай шығарау деп, Зейнеш те қосылып, Асылбекке тимеймін деп, еліне серт беріп еді. Ауылынан шығарда Асылбекті жек көрген секілді еді. Қазір бетпе-бет көрген соң, ол қалып өзгерді. Мынау сол бұрайып тұрған Асылбек, адам қызығатын түрі де жоқ. Әйткенмен, о баста бір ұнатқан көңілі тез суый қояма. Бетіне тура қараса, Зейнештің еркі кететін секілді. Еркі кетсе, шешесін жылатып, Асылбектің соңына еру керек. Елдің сөзіне қарағанда, ата-ананың ризалығын алмай кеткен қыз, барған жерінде де оңбайтын көрінеді. Пәленшенің қызы қашып кеткен екен, барған жерінде пері соғып, аузы мұны қисайып кетіпті деген секілді өсекті ел көп айтады. Ілгегін шұқылап отырып, көзінің астымен Зейнеш Асылбек тұрған жаққа қарады. Асылбектің өкшесі қисайған орыс етігі, тізесі қалталанған жамаулы шалбары, арбиған тармыс қолы көрінді. Оң қолында Зейнештің өзімдей көріп жүр деп берген балдағы салулы тұр еді. Қане қарындас, уақытты оздырмаңыз, бірдеме айтыңыз. Маған не айт дейсіз? Милиция бастығы сұрауларын бейнелеп тағы бір айтып кетті. Бірінші, арызды берген мен емес деп отырсыз. Екінші, мына хатты кімнің жазғанын айтпайсыз. Үшінші, Асылбекке уәде беруіңіз рас па? Осыған ашып жауап берсеңіз екен. Зейнеш тұқырайып отырған күйі, еш нәрсе білмеймін деді. Даусы естілер, естілмес болып шықты. Асылбек көзі жыпылықтап, жыларманға келді. Милиция бастығы күрсінді. Асылбек, қынжылма, сенде жазық жоқ. Қыз сүйем деген соң, сен аламын дедің. Менді құтқар деп хат жазған соң, сенің ізденуің рас. Мұның үшін біз сені айыптамаймыз. Қазақ әйелінің қолын теңдікке жеткізу бәріміздің борышымыз. Осы борышты біз өтейміз дегенде, әйелдер бізге серік болуы керек. Әйтпесе, бүгін жылап мұңын айтып, ертеңіне ел сөзінен шыға алмай, түк білмеймін деп отырса, өмірге ісіміз оңбайды. Қарындас, қаталасып отырсың. Ата-ана ешкімге жолдас болмайтын. Ағайын азғырса, мал үшін, сені сатып олжа түсіру үшін қызығады. Асылбекті о баста сүюің рас болса, бұл жерге келгенде бұлтақтауының жөні жоқ еді. Бірақ қайтпек керек. Амал жоқ, барыңыз жолыңыз болсын деді. Маңдайынан тер бұршақтап сүйретіліп, Зейнеш шығып кетті. Асылбек сөз қатпастан тұрған орнында бол бұрайып қатты да қалды.
Сот мекемесінің алдында 10 шақты арбалы тұр, жүлделері шыққан, ыстықпен быршып терлеген, ылғи жуан шоң желкелер үйдің көлеңкесінде, көшенің тақырында ауылдағы секілденіп алға қотан отыр. Қане, арызды жазып болдыңыз ба? Жазып болдым. Не жаздыңыз? Оқыңызшы. Сотқа Қаратау облысы 3 ауыл, Зейнеш Күрдекбай қызынан. Арыз. Жасым 15-те, күйеуге шығу дегенді әзір ойлағандай болған жоқ едім. Жұлдыздың 10 күні милиция келіп сені қалаға алып барамын деді. Ықтиярсыз келдім. Келген соң анықталды, мені алдырушы Асылбек Қалақбасұлы екен. Мен Қалақбасұлына тиемін деп еш уақытта сөз берген емеспін. Милицияға менің атымнан беріліп отырған қағазды подлог деп тануларыңызды сұраймын. Кеңес өкіметінің әйелі бостандығы туралы шығарған заңға сүйеніп, байға тию тимеуде мен өзімді ерікті деп санаймын. Оның үшін соттан өтінемін, менің сыртынан подлог арыз берген және мені машақатқа салып, абыройымның ашылуына себепші болған Асылбек Қалақбас баласын заң бойынша жазаласаңыздар екен. Арыз иесі Зейнеш Күрдекбай қызы. Бәрекелде, қалдырмай-ақ жазған екенсің деп отырғандар мақтасты. Арыз жазушы көтеріліп жымыңдап қойды. Мә шырағым, арызды өз қолыңмен бер деп қағазды Зейнешке ұсынды. Құдай-ау, сәтін бере көр, қызымды алмақ түгілі босағамда отырып бір аяқ саумал ішуге жарамайтын Қалақбастың баласын анық көрдік-ау деп бәйбіше шіміркенді. Сәтін сұра бәйбіше, осы күннің ыстығына шыжып, бәріміз бір намыс үшін келіп отырған жоқпыз ба? Әруақ жар болса, енді ол бала құтылып кете алмас. Одан да үлкендермен шекісіп көргенбіз деп шеткі жуан көтеріле сөйлеп, 5 батпан кір орамалмен бетінің айғызданған кірін сүртті. Зейнеш сұрғылданып талдырмаш саусағымен бүктелген қағазды ұстап, соттың есігіне қарай майда басып жөнелді. Каналым ұнаса лайк басып пікір жаза отырыңыздар. Бұдан да қызықты әңгімелерді айтатын боламын.